Не себепті кейінге қалдырды сотта? Сотталушы сот отырысын жеткізілмеді. 8-ші. Ну, ужас қой, беспредел вообще. Сотта осындай отношение болса, я не понимаю, у нас тағылар қандай үшін болады. А что? Сонда сот емес конвой шеше ма? Сот ежелетті. Не? Запрос жібереді. Требование ажырақтан алдыру туралы СИЗОда. Но бір белгісіз себептермен сотқа жеткізілмеген. Сол себепті сот бұны сот отырысын келесі күнге қалдырып отыр. Мен оған біз сотқа қазір ондай не бере алмаймыз. Нұсқау. Осыны да тағайындаймыз, осыны да егер жаңағы басқа да сот отырыстары тағайындалған болатын болса алдын ала оны мен айтамын. Бірақ 8 күннен боспын, сол себепті 8-іне келісіп отырмыз. 8 сағат нешеде? 17:00-де. 17:00. Кешкісін, не? Жұмыс уақыты ғой. То опять не гарантия сағат 5-те бола ма, болмай ма? Опять осы сағат 6-ға дейін емес пе сот өзі? 6-ға дейін болса, ол жерде енді сот өзі шешіліп алады. Егер қажеттілігі болып бара жататын болса, созылуға мүмкін. Кейбір аса маңызды істер болатын болса, ол қалдырып береді. Жаңа телефонды алып келген ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ме? Отыр? Прокуратура ма? Қызметкерлері ол сот отырысында айтылды ғой. Ұялы телефонның зерттейміз. Ішіндегі мәліметтерді зерттеліп, сонымен жаңағы уже жарыс сөзге көшеміз. Ары қарай жарыс сөз болады. Жарыс сөз болады. Жарыс сөзден кейін уже Үкім шығады. Ақырғы сөзі бар. Ақырғы сөзінде уақыт белгіленбейді. Қанша уақыт беру керек. Орысша айтқанда не ограничение айтылады. Қанша уақыт сондай құқы бар. Ақырғы сөздің дайындалуға да болады. Уақыт сұрау болады. Ақырғы сөз қазір айтасың деп мәжбүрлей алмайды. Енді оны қазіргі күнде жаңағы күннің сотталып. Істі тергеуге қайта қайтару мүмкін ба қазір? Мүмкін емес па? Енді қайтарылмайды. Қайтарылмайды, Не болмаса ақталу туралы заңнама бойынша. Ақталу туралы не болмаса кінәлі болып табылатын бір жағдай шығу керек. Процесс кодексінің талаптарына сәйкес. Сондықтан енді жаңағы жарыс сөзден кейін сот өз шешімін шығарады. Біз өз пікірімізді айтамыз жарыс сөзімізде. Біздің пікіріміз бойынша біз сұрап отырмыз. Оған қатысты қылмыстық істі, оның әрекетінде қылмыстың құрамы болмауына байланысты қысқартуын сұрап отырмыз. Тоқтатуын. Армысыздар, құрметті халқым, мұны бүгін менің бауырыма қатысты қылмыстық іс қаралу керек болған, кезекті отырысы болу керек болған. Алайда кезекті отырысы болмады. Оның себебін айтқан жоқ. Конвойлар алып келмеді деді. Соны мен түсінбедім. Біздің Қазақстанда әділдік жоқ па, или заң жоқ па? Соттың сонда айтқан сөзін бұлар ескермей ма, или бір-бірін тыңдамай ма, түсінбедім мен. Сонда бауырымның өмірі бұларға ойыншық болып отыр ма? Міне соңғы сот 26 февраль болған, 26 ақпан күні. Одан бері міне бір ай өтті, до сих пор әлі сот болған жоқ. Елдер тойлатып, мейрамдатты, өтті. Сонда мен бауырым тағдыры бұларға алаңдатпай ма, или ойламай ма бұлар? Бауырым күннен күнге денсаулығы нашарлап бара жатыр. Түрмеде жатқанда міне уже жарты жылдан асты, 8-9 ай болды уже. Келесі сот процесі 8 күні деді, сағат 5-те дейді. Кешкі сағат 5-те деді, жұмыс уақыты бітер кезінде. Үйде ол кезде гарантия жоқ. Ешқандай кепілді жоқ. 8-і сағат 5-те болатынына опять отмена деп. Міне уже бір жыл, скоро бір жыл болады шығар міне отырғанында. Не деген бассыздық, не деген заң жоқ сонда біздің елде? Кім қарайды бұл қара халықтың үнін, кім естиді сонда?
сұмдық мына біздің елде. Жоғарыдан бастап былық міне. Осының бәрін кім қарау керек? Кім қадағалау керек сонда? Жоғарғы сот онда не үшін міне төменгі тұрған соттың өзін қарамағысы? Қалаға келіп алып Осындай беспредел болып отыр міне менің бауырыма қатысты қылмыстық істі. Осылай подставить етіп отыр, сот осылай өтіп отыр, біресе болады, біресе болмайды міне. 1 жыл болады скоро. Жақсы тыңдағандарыңызға рахмет.